Келесі сабаққа қош келдіңіздер. Және бұл сабақта chmod, яғни change mode деген командамен танысамыз. Және change mode деп отырғанымыз бұл файлдағы құқықты өзгертуге мүмкіндік беретін команда. Және де бұл команда файл иесіне, топқа не басқаларға жеке-жеке атқарыла алады. Енді тағы да бұны оқып берсем, көп нәрсе түсініксіз болуы мүмкін. Және Ubuntu машинасына келіп, осы жерде қарастырсақ, бәрі түсінікті болады деген ойдамын. Енді ол үшін бізге тағы да кішкене мына бір слайдтармен танысып кету керек. Және change mode-ты біз толық түсіне аламыз деген ойдамын. Яғни қараңыздар, бізде мысалы файлдарға құқық беру барысында ол жерде 3 негізгі құқық болады дедік, яғни read, write, сондай-ақ execute. Енді оның әрқайсысы мына жерде көріп тұрғандарыңыздай R, W және X белгілерімен беріліп тұр. Және осы read, write, execute файлға құқық беру мүмкіндіктері файл үшін қалай қызмет атқарады және директорий үшін қалай қызмет атқаратынын көріп кетейік. Яғни сіз файлға read деген мүмкіндік берсеңіз, яғни оқуға мүмкіндік берсеңіз, онда қолданушы немесе кез келген топ оны аша алады. Яғни read деген қарапайым оқи алады деген сөз. Енді сіз егерде write деген мүмкіндік беретін болсаңыз, яғни файлға write деген мүмкіндік беретін болсаңыз, онда кез келген қолданушы оны өзгертуге мүмкіндік алады. Яғни кімге мүмкіндік бердіңіз, сол файлды өзгерте алады. Және execute деп отырғанымыз, онда execute мүмкіндігі берілген қолданушылар ол файлды орната алады. Немесе ағылшын тілінде run деп айтып жатады. Яғни файлды орнатуға, оны қоюға жүйеге мүмкіндігі туындайды. Енді директорийға келетін болсақ, яғни фолдерлерге келетін болсақ, онда read мүмкіндігін беретін болсаңыз, осы директорийдағы файлдардың тізімін шығара алады, яғни ls-la командасын қолдану арқылы мысалы. Сондай-ақ write деп аталатын мүмкіндік берсеңіз, онда директорийға файл қоса алады, яғни жаңадан өзі файл жасап, сол жерге файлдарды қосуға, сондай-ақ оны жоюға мүмкіндік алады. Және execute мүмкіндігін беретін болсаңыз, онда осы директорийдің ішіне кіре алады, яғни осы директорийдің ішіндегі барлық файл жүйесін қарауға мүмкіндігі болады. Енді осы мүмкіндіктерді беру барысында қолданылатын тәсілдің екі түрі бар. Оның біріншісі absolute pass деп аталынады, және екіншісі relative pass деп аталынады. Енді сізге мысалы бір топқа немесе бір қолданушыға файлды оқу мүмкіндігін бергіңіз келсе, онда change mode, одан кейін 4 деген санды жаза аласыз. Ал егер сіз оған write мүмкіндігін, яғни жазуға мүмкіндік бергіңіз келсе, онда 2 санын жаза аласыз. Ал execute, яғни файлды орнатуға мүмкіндік бергіңіз келсе, онда 1 санын қолдануға болады. Енді бұл жерде байқап отырсаңыздар, беріліп отырған мағлұматтар кішкене күрделі және басында түсініксіздеу болуы мүмкін. Алайда осы слайдтағы берілген мағлұматтарды назар аударайық, одан соң мына виртуалды машинада оның барлығын көреміз және түсінікті болады деген ойдамын. Яғни қараңыздар, change mode деп жазамыз кез келген файлға, және мысалы 7 деген санды жазсақ, онда бұл жерде қолданушыға бірінші жағдайда жазуға, оқуға және оны орнатуға барлық мүмкіндік туындайды. Яғни мына сандар біріктіріліп беріледі. Мысалы 4 қосу 2 және 1 7, яғни қолданушы оқуға, жазуға және орнатуға мүмкіндік алады. Енді екінші бізде group, яғни топқа, мысалы 5 деген санды жазатын болсақ, онда топ тек қана оны оқуға және орнатуға мүмкіндігі болады, алайда өзгерте алмайды. Енді басқаларға мысалы 0 деп жазып тастасақ, онда мына файлға, мысал ретінде алынған файлға, мысалы басқа қолданушылар ешқандай мүмкіндігі болмайды. Енді қарап отырсаңыздар, бір жағынан күрделі әрі басында шамалы түсініксіз болуы мүмкін. Алайда мен мына виртуалды машинаға келейін және осы командаларды танысып көрейік. Біз алдында қарастырған кезде осы есеп деп аталатын фолдерге, директорийға қолданушыны және ол топ, осы фолдердің иесін, тобын анықтаған болатынбыз. Алайда көп жағдайда осы топ, мысалы бір қолданушы емес, топ деп отырғанымыз бірнеше қолданушы кіретін топ болады. Олай болса біз қазір add group командасын қолдана отырып есепшілер тобын қосайық. Содан соң тағы да add group командасын қолданып сатушылар тобын қосайық, яғни сатушылар. Енді мен enter нүктесін басамын. Бізде қазір екі топ пайда болды, есепшілер және сатушылар. Енді осы біздің директорияларды осы топтың иесіне берейін, яғни қараңыздар. Бұл жерде біз әлі change mode-ға келмедік, біз change group-қа келіп отырмыз, яғни change group есепшілер деп жазамын.
Және бізге қажетті файлдың атын беремін. Есеп, Enter нүктесін басамын. Енді қазір мен ls-l командасын енгізсем, онда көріп отырғандарыңыздай бізде қазір есеп деп аталатын директорийдің топтық иесі есепшілер деп аталатын топқа кетті. Енді қарап отырсаңыздар, өзімнің күлкім келіп отыр, себебі бұны түсіндіру кішкене күрделілеу болып тұр. Яғни бұған әбден нақтылап дайындалып алу керек сияқты түсіндіру үшін. Бірақ сіздерге барлығы түсінікті болып тұр деген ойдамын. Яғни тағы бір қайталаймын, есеп деп аталатын директорийға бізде Асқар қолданушы осы фолдердің директорийдің иесі болып табылады. Алайда топтық иесі барлығы есепшілердің ішінде болады. Яғни есепшілер тобына кіретін қолданушылар осы фолдердің ішінде файлдарды оқуға және оны орнатуға мүмкіндігі болады. Енді сату үшін, сатушылар үшін де тағы істеп тастайық. Мысалы, change group командасын қолданайын және сатушылар сату. Енді тағы да ls-l командасын енгізейін және қарап отырғандарыңыздай бізде сату деп аталатын директорийдің топтық иесі сатушыларға кетті. Алайда қолданушы бізде root болып қалды. Енді change ownership командасын қолданып, мысалы Ерланға беруге болады оның иесін, яғни Ерлан сату. ls-l командасын қолданамын және қарап отырғандарыңыздай бізде қазір сатушылар сату деп аталатын директорийдің иесі Ерлан болды және топтық иесі сатушыларға кетті. Енді қараңыздар, біз былай істейміз. Қазір change mode командасын қолдана отырып, мысалы сатушылардың ішіне кіретін қолданушыларға біз мысалы write, яғни жазу мүмкіндігін берейік. Олай болса, оның атқару өте оңай, яғни change mode. Сосын біз қолданушыларға мысалы 7, яғни қолданушы бұл жерде барлық мүмкіндігі сол күйі қалады. Одан кейін осы топқа кіретіндер, бұл жерде write мүмкіндігі жоқ, екінші мүмкіндігі жоқ. Соны біз қосуымыз керек. Олай болса, тағы да 7 санын басамын. Және басқалардан, мысалы, оқу және орнату мүмкіндігін алып тастаймын. Яғни 0 деп жазатын болсам, онда басқалардың барлық мүмкіндігі шектеулі болады. Яғни 0 командасын басамын. Және бізді қызықтырып отырған директорийді жазамын. Яғни бізде сату. Enter нүктесін басамын. ls-l командасын енгіземін. Enter нүктесін басамын. Енді қарап отырғандарыңыздай бізде қазір сату деп аталатын директорийді Ерлан есімді қолданушы барлық операцияны іске асыра алады. Және де сатушылар деп аталатын топқа кіретін қолданушылар осы директорийді тағы да барлық істі іске атқара алады. Others, яғни басқа қолданушылар бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай барлық мүмкіндігінен айырылды. Олай болса, change mode командасы осы директорийді, сондай-ақ файлдарға мүмкіндік беру, құқық беруді басқаруға келгенде ең тамаша команда болып саналады. Және мынау absolute path деп аталынатын осындай арнайы технологиясын қолдансаңыз, сізге оңай болады. Яғни сіз егерде файлға немесе директорийға read, write, execute мүмкіндігін бергіңіз келсе, онда 7 санын ойланбастан жазасыз. Егер сіз тек қана мысалы read немесе execute бергіңіз келсе, онда 5 санын жазасыз. Егер сіз мысалы тек қана write және execute мүмкіндігін бергіңіз келсе, онда 3 санын жазуға болады. Енді мына жерде тағы да есепшілер үшін де кішкене көріп кетейік. Яғни change mode. Мысалы мен қазір қолданушыға, яғни Асқарға барлық мүмкіндікті алып тастаймын. Есепшілер тобына кіретінде барлық мүмкіндікті алып тастаймын. Бірақ басқаларға барлық операцияны орындауға осы папкіде мүмкіндік берейін. Және Enter нүктесін басайын. Қазір мен ls-l командасын енгізсем, онда көріп отырғандарыңыздай бізде есеп деп аталатын директорийда барлық қолданушы, жүйедегі барлық қолданушы кез келген операцияны істей алады. Және біздің негізгі осы директорийдің иесі және топтық иелері ешқандай мүмкіндігі жоқ. Алайда бұны көріп отырсаңыздар, шын өмірде мүлдем қолданбаймыз бұндай жағдайда. Яғни өте қауіпті болуы мүмкін бір жағынан, және оның бізге түк пайдасы да болмауы мүмкін. Олай болса, бұл мысал ретінде келтірілді, және change mode деп аталатын команданы түсінуге сіздерге көмектесті деген ойдамын. Енді соңғы 3 сабақ осы change ownership, сондай-ақ change group және change mode командаларын оқу кішкене жаттауды қажет ететін командалар болуы мүмкін, және де жұмыс істеу принципі жақсылап түсінсеңіз, сізге оңай әрі болашақта үлкен көмегі болады. Олай болса, бұл сабақтардың сізге пайдасы тиді деген ойдамын, және келесі сабақта жүздескенше мен сіздермен қоштасамын.